Жамбыл облысы Сарысу ауданы Досбол орта мектебінің 8 А сынып оқушысы Бесен Асима Асылбекқызы. Жоба жетекшім Данышбекова Ағырке Бақтиярқызы. Бүгінгі экодизайнерлік байқаудың тақырыбы «Ғаламшарды аялайық, ғарыштан тазалайық». Ал жобаның мақсаты қоршаған ортаны қорғауға, өзімнің туған өлкемнің экологиялық ахуалын жақсарту, ауа ластаушы түтіндерді физикалық тұрғыдан тазалаудың сүзгі түрлерін танымдық тұрғыдан зерттеу, ғаламшарымызды аялау және ғарыштан тазалау. Ауаның ластануы. Атмосфералық ауа бұл ғаламшардың өмірі. Жердің азоттан, көмір қышқыл газынан, озоннан, гелийден тұратын газ қабаты. Физикалық процесс үшін оттегінің маңызы өте зор, ал көмір қышқыл газы фотосинтез процесіне өте қажет. Адам тамақ ішпеуге бар, бірақ тыныс алмай өмір сүре алмайды. Себебі адам организмінде оттегі қоры шектеулі. Ол 2-3 минут қана тыныс алуына жетеді. Сондықтан болашақта мықты денсаулықпен ұзақ өмір сүру үшін ғаламшарды аялайық, ғарыштан тазалайық экодизайнерлік жобамды сіздерге ұсынғалы отырмын. Мен болашақтағы адамзат өмір жайлы көп ойланып жүремін. Қазіргі таңда жер бетінде экология нашарлап, ауа ластанып жатыр. Меніңше болашақта адамзат бұл мәселелерді тек жер шарында ғана емес, тіпті ғарыш кеңістігінде де шешуге тырысады. Осы ойыммен байланыстырып, төмендегідей тәжірибе жасадым. 3D үйлер мен ауа тазарту жүйесі. Мен тәжірибе ретінде болашақтағы ғарыш колониясын модельдедім. Арнайы макет жасап, беткі қабат орнаттым. Адамзаттың сол жерде өмір сүру мүмкіндіктерін қарастырдым. Күн панельдері мен ауа сүзетін құрылғыларды орналастырдым. Бұл құрылғылар болашақ қалалардың ластанған ауасын іштей тазартып отырады. Ауадағы ластанған түтіндерді жоюға күн сәулесінен жасалған шағылыстыру айнасын жасау. Ауадағы ластаушы түтіндерді физикалық тұрғыдан жинап, күн сәулесін шағылыстыратын айна жасау қажет. Менің тәжірибемде ғарыш арасындағы экологиялық бақылау жүйесі ұсынылады. Жер атмосферасын бақылап, ластанған аймақтарды анықтайды. Жасалған тәжірибе нәтижесінде мен өз қолыммен құрастырған макет арқылы өмір сүруге қажетті 3 маңызды мәселелерді зерттедім. Біріншісі экологияны тиімді алу, екіншісі энергияны сақтау және ауаны айналымға жіберу. Үшіншісі ғарыш қоқыстары мен шаң тозаңнан жүйені қорғау. Нәтижесінде бұл құрылғы болашақ ғарыш базаларында ауа тазарту, қоқыстарды сүзу және энергиямен тұрақты қамтамасыз ету бағытында қолданылады. Бұл тәжірибе арқылы мен болашақта адамзат тек жермен шектеліп қана қоймай, ғарышқа қоныстанып, экологиялық проблемаларды жаңаша жолмен шешетініне сенімдімін. Болашақта адамзаттың өмір сүру сапасы артып, технология дамып, табиғат пен адам арасындағы тепе-теңдік сақталады деген ойдамын. Ауа ластаушы түтіндерді физикалық тұрғыдан зерттеуге біздің де қызығушылығымыз жоғары. Оның тылсым сырлары кейбір жанды өзіне тартып тұратыны белгілі. Ондағы тылсым дүниелерді тамашалау біздің арманымыз. Ғылымға өз үлесімізді қоссақ деген үмітпен осы тырнақ алды жұмысымызды дайындап отырмыз. Ғылыми зерттеу жұмысымызды қорытындылай келе, аспан әлемін және ауа кеңістігін зерттеп ғалым атану. Ауа түтіндерін тазарту арқылы мен қазақстандық жас ғалымдар ретінде өз үлесімді қосып танылсақ деймін. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.